төрт екінші мессенджерлік жүйелерін жатқыза аламыз. Бірінші CMF, екінші CGMF, үшінші инозиталық трифосфатпен DAC, төртінші бізде кальций мессенджер, яғни кальций каналдарын ашу арқылы. Біз жалпы CMF-ке келетін болсақ, бізде CMF екіншілік мессенджерлік жүйе, ол көбінесе биологты гормондарды, биологты пептидті гормондарды кездеседі. Оның рецепт енді ол биологты пептидті гормондар бізде көбінесе гидрофильді болып келеді. Сол себепті оның жасушада мембранасының міндетті түрде өзінің рецепторы келеді болады. Осы рецептор сәйкес гормонмен байланысқанда бізде ол рецептор төменгі мембрана ішкі бөлігіне G белокпен байланысады. G белок бізде үш бөліктен тұрады: бета, гамма, альфа. Және альфа бөлігі бізде GDF-пен байланысқан. Бізде жалпы бұл байланыс бізде активсіз түрде табылады. Яғни бізде уже гормонмен байланысқаннан кейін бізде конформация жүреді, түр өзгеріс. Сөйтіп бізде бета мен гамма бөлігі альфа мен GDF-тен бөлініп кетеді. Сөйтіп бізде альфа мен GDF бөлінгеннен кейін бізде жаңа GDF бізде ATF арқылы GTF-ке айналады. Альфа GTF. Альфа GTF бізде сәйкес мембрананың ішкі бөлігіне аденилат ацеклаза деген фермент болады. Ол бізде мембранамен тікелей байланысқан болып табылады, яғни қозғалмайды. Бізде осы аденилат ацеклаза альфа мен GTF барғанда, біз ол GTF ыдырайды да, бізде мына жақта ATF, CAMF-ке айналады, және бізде пирофосфат түзіледі қалдығы. Бізде CAMF осы екіншілік мессенджерлік жүйе, осы екінші мессенджерлік жүйе сәйкесінше протеин киназа А-ны активтендіреді. Протеин киназа А бізде екі бөліктен тұрады: реттеуші және катализдеуші. Бізде реттеуші бөлік катализдеуші бөлікке ингибирлеп отырғандықтан бізде жаңағы реттеуші бөлігінен құтылу керек болады. Яғни бізде 4 CAMF осы реттеуші бөліктермен байланысып катализдеуші бөлігін бөліп алады. Бізде катализдеуші бөлігі бізде активті болып табылады. Ол бізде протеин киназа А активті, және ол бізде ATF-терден фосфор қышқылын алып, бізде протеидтерге өткізеді. Сөйтіп фосфопротеидтер түзіледі. Осы фосфопротеидтер уже сәйкесінше ферменттермен байланысып соларға фосфорды тасымалдайды. Кейбір ферменттер фосфорласы активтенеді, кейбіреулері кері қарай ингибирленеді. Осыған байланысты бізде CAMF-тің реакциялар жүреді. Бізде жалпы G белок деп, бізде G белоктың негізі үш түрі кездеседі. G белок бізде GI-ді ингибирлеуші, яғни мына жақта бізде GDF аденилат ацеклазаның конформациясын өзгертіп, басқа гормонмен байланысқан GTF-тің қызметін бастаса GI белогі, яғни ингибирлеуші. Екінші бізде GS бізде сәйкес келтірген мысалға келеді. Ал бізде үшінші GQ деп аталады. GQ деген бізде инозитиялық трифосфатпен DAC-қа келеді. Яғни инозитиялық трифосфатпен DAC-та да бізде рецептормен байланысқаннан кейін G белок осы GQ құрамын өзгертеді да фосфолипаза С-ны активтендіреді. Фосфолипазасы FIF3-ті инозитиялық трифосфатпен DAC-қа ыдыратады. Ал DAC-қа сәйкесінше протеин киназасы, ал инозитиялық трифосфат эпител мен митохондрия әсер етіп кальцийді бөледі. Өзі GQ. Жақсы. Енді